біздің кезекті насостарымыздың бірі. Бұл жерде екі вал арқылы ортасы жалғанған. Бер жағы насос, ар жағы мотор. Сосын кейін мынандай КНС насостарымыз бар. Бұлар 11 киловатт үлкендері. Ар жағында 9 киловатт, 7-5 киловатт, 5-5 киловатт и 4 киловаттықтары бар. Бізде мына насостарымыз болса, мынау кішкене үлкендеу түрі. Бұл бізде 15 киловатт, және мынау кішкене кішіректеу түрі. Бұл бізде 15 киловатт тұр. Үлкендеу түрлері ар жақта тұр. Мыналар бізде 22 киловатт. Үлкендері 22 киловатт, кішіректеулері 15 киловатт. Мына 37 киловаттық үлкен түрі бар тағы да бір. Сонда 3 түрлі ғой бізде. Біреусі 22, біреусі 15 и біреусі 37 киловатт. Одан кейін моноблочный насостарымыз бар. Так, бұлар 37 киловатт, 37 киловатт, 22 киловатт, 37 киловатт. Бұл көбінесе жаңағы обычный суларды айналдырғанға жақсы. Жер егінмен айналысатындар тоже көп қолданады бұны. Циркуляционный насостар ғой бұлар. Мыналар жаңа кішіректеу КНС насостар. 4 киловатт, 7-5 киловатт, 5-5 киловатт, 7-5, 5-5, 11 киловатт тұрғандар. Енді ар жағында тұрғандар тоже циркуляционный насостар. Бұлар вертикальный түрлері, моноблочный. 5-5, 7-5, 11 киловатт. Осындай. Сосын кейін скважинный насостарымыз бар. Бұлар 22 киловаттан бастап 125 киловаттқа дейін. Мынау бізде 22 киловатт болу керек. Мыналар 37 киловатт. Ар жағында ұзын тұрған бұлар 100-ге жетпейді, 81 киловатт бар. Одан бөлек ар жақта сыпатта 125 киловаттық насостарымыз бар, скважинный. Егер кім насоспен айналысатын болса, немесе өзіне алатын болса, бізге хабарласып болады. Доставка бар. Складымыз Алматы қаласында. Егер үлкен промышленный насостар десеңіздер, оны тікелей заводтан әкеліп береміз. Бұл компания өзіміздің компания. Осы жаққа официальді түрде кіріп жатырмыз. Осындай.